وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علامة الشقاوة أربعة. Пайғамбарымыз айтып отыр, аламат шақава бақытсыздықтың белгілері төртеу екен. Құрметті жамаат, бақытсыз адамдың белгісі төртеу дейді. Біріншісі нисяну зунубил маудияти вахия индаллахи махфузатын. Өткен күнәлерді ұмытып қойыштығымыз бұл бақытсыз адамдардың белгісі. Бірақ бұл күнәлер Аллах Тағаланың алдында махфуз, сақталып тұрады, жазылып тұрады. Біздің амал дәптерімізге жазылып тұрады. Біз мұрда жасаған күнәлерді ұмытып, тақыр естебей қойыштығымыз бұл біздің бір бақытсыздығымыздың белгісі болып отыр. Екіншісі зикрул хасанатил мадияти вала ядри ақубилат ам руддат. Екінші бақытсыз адам кім десе, бұл мұрда өткен жасаған жақсы іштеріні айта беріштік екен да. Мысалы, біреу біреуге жақшылық қылып қойды, біреуге озачар қылды, біреуге жардам беріп қойды, қызығы жоқ. Қандай болсын, бір жақшылық қылдыңыз да, анан сіз ошоны дайым айта беріштігіңіз, ол сіздің бақытсыздығыңыздың белгісі екен. Сіз білмейсіз, ал жақшылығыңыз Алланың алдында қабыл болды же қабыл болбады, сіз білбей тұрып эле аны қайра айта беріштігіңіз, бұл дағы сіздің бақытсыздығыңыздың белгісі екен. Üçüncüsü ve nazaruhu ila men fawqahu fid dunya ve nazaruhu ila men dunahu fid dini. Üçüncüsü, бұл dünyada байлық жағынан өзүдөн жогорку адамдарға караштык, ошолордон үлгү алыштык, бул дагы бактысыздыктын белгиси экен. Дүйнө жагынан кошунаңызбы, тууганыңызбы, досуңузбы айырмасы жок. Ошо бай адамды карап туруп, сиз ошого неге мен ошондой боло албаймын деп ошого атаңдашып, ошого тирешип, ошондон бир үлгү өрнөк алыштыгыңыз, бул дагы сиздин бактысыздыгыңыз. Биз не кылабыз? Bunday учурларда dünya жагынан келгенде биз жогору жакты карабайбыз. Биз өзүбүздөн ылдыйкы жакты карап туруп үлгү алабыз, урматтуу жамаат. Карап көрөбүз. Үйү жоктор канча, жегенге курсакка, жегенге тамак аш таппагандар канча, ошолорду карап туруп кийгенге кийими жок канча жүрөт, ошолорду карап туруп алхамдулилла менде бардыгы бар деп биз ошого карап туруп үлгү алабыз. Ал эми дин жагына келгенде болсо, биз төмөн жакты карап үлгү албайбыз. Жогору жакты карап туруп үлгү алат экенбиз. Ана баруху иламан дунаху фиддин. Демек, үчүнчүсү эмне болду? Дүйнөгө келгенде жогору жактан карап туруп үлгү алат экен дагы, дин жагына келгенде өзүдөн ылдыйларга карап туруп үлгү алат экен. Бул адамдагы бактысыздыктын белгиси экен. Бул эми мен намаз окуп атам, орозо кармап атам, бул намаз окубай эле жүрөт го, толук окубайт го, же болбосо орозо кармабай эле жүрөт го, же Куран окушту билбейт, мен анын алдында жакшы эле билем деп өзүбүзчө мындай салыштырып көрөбүз го. Куран окуп көрсө, сиз жакшыраак окусаңыз мен жакшыраак окуймун дегендейчи. Жок. Балким тескерисинче дүйнө жагынан биз ылдый жактан үлгү алабыз. Дин жагынан келгенде биз жогорку дүйнөлүк мисалы деңгээлдеги уламалардан, алымдардан, ошолорду карап, эмне себептен биз ошончолук боло албайбыз? Эмне себептен менин балдарым, уулдарым, кыздарым ошолордой боло албайт деп, ошолордон үлгү алышыбыз керек экен. Ошолор менен ошондой деңгээлде атаңдашсак болот экен. Якулуллаху таала араттуху ва лам юридни фатарактуху дейт. Ошондо Аллах таала айтат экен, мен бул адамды кааладым эле, бирок ал мени каалабады, ошого мен таштап койдум деп. Демек, ошол ким дүйнөсүдө жогору жактардан каалап, ошолордон үлгү ала турган болсо, ошолор менен боло берет экен. Ошолор мындайча айтканда ага өрнөк болуп калат экен. Дин жагынан болсо, өздөрүнүн ылдыйкыларды карап, өзүнчө бул эжабу нафс, өзүнчө бул өзү менен өзү таңыркап, мен жакшы билемин деген ойдо жүрүп, бул эмне болуп калып атат? Жыйынтыгы бактысыздыкка барып калып атат.